Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге емханада дәрігердің қабылдауына қалай жазылу керектігін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау ретінде лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ал егер каналдың тіркелмеген көрермені болсаңыз, медицинаға байланысты жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін бірден тіркеліп алыңыз. Бірінші кезекте учаскелік дәрігерге қалай жазылатынымызды көрсететін боламын. Ол үшін Дамумед қосымшасына кіремін. Осы қосымшаға орнатқан кодты енгіземін. Ары қарай учаскелік дәрігер деген батырманы басамыз. Кейін учаскелік дәрігерге жазылу деген батырманы басасыздар. Сіздерге осындай бет ашылады. Бұл жерде дәрігеріңіздің толық аты жөні, кабинет номері тұрады. Төменгі жағында дәрігердің қабылдау графигі көрсетіледі. Бұл жерден өзіңізге ыңғайлы уақыт пен күнді таңдауға болады. Немесе ең жақын қолжетімді жазба деген батырманы басып, өзіңізге қолайлы уақытты таңдауға мүмкіндік бар. Егер сіз қалаған күнге график болмаса, бұл дәрігердің графигі толық екенін, немесе сіздің емханаңыз келесі күндерге кестені әлі жасамағандығын білдіреді. Келесі бетте қабылдау күні мен уақыты көрсетіліп тұрады. Жазылу деген батырманы басамыз. Сізге сәтті жазылдыңыз деп көрсетіледі. Хал жағдайды бағалауды толтыру-толтырмау өз еріктеріңізде. Осылай учаскелік дәрігерге жазылу процесі аяқталады. Келесі кезекте узкий специалистерге қалай жазылатынымызды көрсететін боламын. Яғни профильдік дәрігердің қабылдауына қалай жазылу керектігін түсіндіріп айтамын. Дамумед қосымшасы Денсаулық сақтау министрлігінің қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жұмыс істейді. Сондықтан узкий специалистерге тек учаскелік дәрігердің жолдамасы бойынша жазыла аласыз. Жолдамасыз сіз акушер-гинекологқа, дерматовенерологқа, психологқа жазыла аласыз. Ешқандай жолдамасыз, егер сіз диспансерлік есепте тұрсаңыз, профильдік дәрігерге жазыла аласыз. Мысалы, қан диабетімен диспансерлік есепте тұрған адам эндокринологқа направлениясы жазыла алады. Жарақат немесе оның салдары болған жағдайда направлениясыз хирургқа, травматолог-ортопедке, офтальмологқа, лор дәрігерге жазыла аласыз. Басты ескеретін жайт, егерде медициналық ұйым осы дәрігерлердің кестелерін жасап және оларға өз бетімен жазылуды қолжетімді еткен жағдайда ғана бұл мамандарға жазыла аласыз. Жалпы видео сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге берілген ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.